Лайк басқаннан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Анау қасында ертіп алған иті Беларусьтың белбасы Лукашенко бар. Сендер мына Ресей мен Беларусия көрген күнді сендер де көресіңдер. Америка мен батыстан сақтаныңдар деп қазақтарды, өзбектерді, қырғыздарды, түрікпен, тәжікті қорқытып қайтыпты. Пөтен сөйтіп Украина тәуелсіз мемлекеттер достастығында болып еді. Кейін ол ешқандай құжат ратификацияламай қойды деп Пөтен Украинаға өкпесін айтыпты. Яғни сөзімді тыңдамасаңдар, Украина сияқты от қараймын деген сияқты қорқынышты айтыпты. Сөйтіп Пөтеннің шақыруымен былқылдап, біздің былқылдақ шал маймаң етіп, бетін бояп, ерінін бояп, маймаңдап барыптен сөйтіп, Бішкекте сөйтіп масқара болып, орыс тілін қорғайтын, ұйым құратын болып сөйтіп, көр аузында жатқан орыс тілін қазақтың, онсыз да суға айналып кеткен, маңқаға айналып кеткен миына тықпалап, одан арман көк ми қара орыс жасағалы жатыр екен қазақтарды. Бүгінгі лекциямыздың жалпы сұлбасы осы. Бүгінгі лекциямыздың жалпы сұлбасы. Мына Facebook группаларға бөлсіңіздер, мына аталып қап әрең кеше-кешті аштым. Facebook'ты 18 адам көріп отыр. 1177 қазақ көріп отыр. YouTube'те 599 лайк басыпты. Қалғандарың саусақтарыңды күбірткежесін, тырнақтарың түсіп қалсын. Қарғайын ба, бек болат құсақ, не істеймін? Қазаққа лайк сұрамасаң бермейді, баспайды. Әлеуметтік желі бізді тұрса сопақ қып жатыр. Көрілімімізді әдейіге төмендету үшін қайта-қайта аккаунтымызды бұғаттайды, өшіреді, жабады. Енді бұл қазаққа біз жарнамада қоймай, уақытын алмай, патент құқы жоқ, қиып кесіп пішіп тарат деп лекция сөйлеп жанымызды жеп отырмыз. Осы үшін ақпараттарды оқимыз, тыңдаймыз, шетел медиаларын көреміз. Ал бұл қазақ ерініп жатыр. Кешке дейін лайк бас, комментарий жаз дейді, жынды ғой деймін деп бұл қазақ отырады. Мені тыңдап отырып астыда қарғап сілеп теріс комментарий жазып отыратындарды мен түсінбеймін. Солар түсінбеймін. Жек көрсең кетіп қал, болды. Нең бар? Қарғап сілеп боқтап. Сөйтіп дүние жүзі алай-дүлей болып жатыр. Алай-дүлей болып жатыр. Енді бұл соғыс араб-еврей соғысына айналса, Америка орта шығысқа кіріспей амалы жоқ, себебі бүкіл дүние жүзінің мұнайы, газы сол жерде тұр. Ал бүкіл дүние жүзінің мұнайы, газы сол жерде тұрғаннан кейін қайтеді? Шарасыздан сол жерге екінші ұшақ тасығыш кемесін алып барды. Міне, Антони Блинкеннің шауып баратыны, артынан Американың қорғаныс министрінің шауып баратыны, Байден шалдың кристалл клер деп үндеу тарататыны, бұның барлығы осында тұр. Яғни күштілер өмір сүреді. Ал қазақ балаңды ілімге, білімге, ғылымға бер. Біріншісі, досты дұрыс таба алмаған араб құсап қырылмайық. Қазір Қытай мен Орыспен одақ болып отырған араб, ең соңында Америкамен одақ болған еврейден таяқ жеп қырылғалы отыр. Тұқымын өшірткелі отыр. Бұл бір. Екіншісі, ілім, білім, ғылым іздемей тәркі дүние болып кеткен араб, ілім, білімде, ғылымда озған еврейден таяқ жеп отыр. Екі. Үшіншісі, саяси күрес жолын дұрыс таңдамаған араб, саяси күрес жолын дұрыс таңдаған еврейден таяқ жегелі отыр. Төртіншісі, билік басындағы шешім шығаратын, ұлт атынан шешім шығаратын басшыларын дұрыс таңдай алмағандықтан бастар бәлеге қалып, енді үрім бұтағы қырылып отыр. Бізде мына орыспен отатын орталық құрайық, қор құрайық деген Тоқаевтың артынан ілесіп, осы Тоқаевты қазақтың басшысы қылып отырдық па, енді тұқымың тұздай қойды. Неге? Тоқаев қазақтың басын боққа тықпай, отқа тықпай тынбайды. Енді көп қазақ өтініш жазғыш. Мына Тоқаевқа өтініш жазғыш, парламентке өтініш айтқыш қазақтарды көріп мен жылағым келеді, кейде қарқылдап күлем. 10 миллион қой бірігіп Қасқырға өтініш жазса, Қасқыр қабылдай ма? 10 миллион қой бірігіп Қасқырға өтініш жазса, Қасқырлар қарқ-қарқ күлетін шығар. Сендердің еттерің дәмді болмаса, мен де жемес едім дейді.
Жоқ, сіздер енді веган болыңыздар, вегетариан болыңыздар, шөп жеген пайдалы, көкөніс жеңіздер, помидор, қияр жеңіздер, баклажан жеңіздер, жеміс жеңіздер, мына етті жесеңіздер өттеріңіз ауырады деп қасқырға қойдың медицина ғылымдарының докторлығын бітірген қойлар өтініш жазғаннан, қойлар парламент ұсыныс жасағаннан өне ме? Тоқаевқа өтініш жазатын қазақтар бар, отыраға. Билік былай болсын, биліктің назары мынаға болсын. Жоқ, бұл Тоқаев өллахи беллахи қазаққа жақсылық істемейді. Себебі Тоқаев өлсе Путинмен бірге өледі. Ол Путинмен тірі болса бір төбеде, өлсе бір шұқырда болуға ант еткен адам. Тағдыры солай байланған адам. Себебі қаңтарда Тоқаевтың жанын қазақтың қолынан аман алып қалған Путиннің әскері, ОДКБ-нің әскері. Өткенде біреулер жазып, парламентте тақырып көтереміз, ОДКБ-ден шығайық, Еуразиялық экономикалық одақтан шығайық. Жындысың ба, Тоқаев мініп отырған бұтағын балталай ма? Тоқаев ондай ақымақ емес қой, ол КГБ-нің фильтрінен шыққан арамза сілімтік қой ол. Ол сонда өзі отырған бұтақты өзі балталай ма? Өзі мініп отырған кеменің түбін өзі кесе ма? Оның жанын орыс сақтап отырса, оның жанын ОДКБ Еуразиялық экономикалық одақ сақтап отырса, ол сол соңғы тиынын Путинға беріп, Путинжан, сен құтқарушы құдаймысың деп, сол Путиннің табанын жалап өліп кетеді ол. Ал қазақша, сол Тоқаевқа ұсыныс айтып, билікке ұсыныс айтып, билікке пікір айтып отырған қазақ, жаңағы помидор жеңіз, қияр жеңіз, қойды көп жесеңіз, өтіңіз ауырады, өтіңізге тас байланады, денсаулыққа дұрыс емес, жұрттың бәрі вегетариан болып жатыр деп ұсыныс айтқан ақымақ қой сияқты. Бізге қазаққа бір ғана жол бар, мына зұлым қасқырларды, Тоқаевты, оның әулетін, Назарбаевты, оның әулетін тұқымымен тұздай құрту, мына билікті тас-талқан қылу, басынан ауылдың әкімінен анау ең министрге дейін, жаңа ауылдың полициясынан ана ең жоғары кембінің басына төк қоймай, тамырымен, түмірмен, жаңағы қатерлістікті дәрігер, хирург кесіп алып тастағандай, бұны кесіп алып, сылып тастамай қазақ қоғамы оңбайды. Осыны біліңдер. Жақсы аман сау болыңыздар, бөлісіп таратыңыздар. Лайк бас деп отырса, әрең 789 лайк болды. 1228 қазақ көріп отыр. Саусақтарыңызға береке берсін. Саусақтарыңыз оны лайк бас.